Су балалар организмінің сауықтырылуына қажет бірден бір құралы болып табылады. Алайда суға шомылудың пайдасын тек қауіпсіздік шараларын қатаң сақтаған жағдайда көруге болады. Жас балалардың суға шомыла білмеуі, адамдардың суда қауіпсіздік ережелері, шараларын орындамауы орны толмас қайғы мен өкінішке айналып жатады. Сондықтан осындай келеңсіз оқиғаларды болдырмау үшін төмендегі ережелерді орындаған жөн. Суда шомылудың қауіпсіздік шаралары. Суға шомылатын жерді, жалпы жағдайды, судың тазалығын, тереңдігін мұқият тексеріп алыңыз. Тамақ ішкеннен кейін бірден шомылмаңыз. Суға тек қана рұқсат етілген жерлер мен жағажайларда шомылыңыздар. Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді шаршауға және тоңып қалтырауға дейін жеткізбеңіз. Суға түскенде бір-біріңізді көзден таса қылмаңыз. Суға шомылуға ата-ананың рұқсатынсыз және қастарыңда үлкен ересек адам болмай баруға болмайды. Жалпы қазіргі кезде су лас, сондықтан түрлі ауру жұқтырып алу да мүмкін. Сол себепті суға, өзен суына шомылмаған дұрыс. Үйде душқа түсіп, күнделікті жуынып отырғанның өзі жеткілікті. Есте сақтаңыздар, судағы апаттан қорғанудың ең сенімді жолы суда шомылу ережелері мен қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау. Балаларыңызды сақтаңыздар.